Ақиқатқа шақыру. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Осы дүниеде біздің айналымызда және ішкі дүниемізде әрқашан бір-бірімен сенім мен сенімсіздік кездеседі. Егер сенім жеңсе, қауіп-қатерсіздік келеді, жақсылыққа сүйіспеншілік пайда болады, өмірдің мәні айқындалады. Ал егер сенімсіздік жеңсе, айналадағының бәрі өз мәнін жоғалтады, жамандық, жауыздық туады. Алла тағала кемшілік атаулыдан пәк, сенімсіздік мәңгі емес, өйткені ақиқат жалғанда ақырында талқандайды. Мен сендерге әлі іш дүниесінде сенімсіздік орын алған бір адаммен болған әңгімені айтып бергім келеді. Менің басқа елден келген бір досым бар, менің әріптесім, ғылым докторы. Біздің көп ұқсастықтарымыз бар, бірақ дүние қарасымыз толық қарама-қарсы. Менің рухани көзқарастарыма ол сенбеушілік білдіреді. Оның ойынша біз аңқаумыз, бұлдыр өмір сүреміз. Біздің рухани сезімдерімізге о дүниелік өмірдің, жұмақтың бар екеніне сенушілігімізге күледі. Осы қызықтырып әкететін нәрселер мен осы дүниелік рахаттар бізбен бірге жоғалады деп есептейді. Бір күні кешке тамақ кезінде ол күлімсіреп маған айтты: сендер Алла тағала бар деп дәлелдейсіңдер, және дәлелдеу негізі ретінде әр заттың өз жаратушысы бар екенін келтіресіңдер. Мысалы, сурет оны салған суретші бар екенін көрсетеді. Егер де біз жасаушысы белгісіз бір сәулет өнері шығармасын немесе басқа да өнер туындыларын көрсек, біз бәрібір олар өзімен өзі пайда болады деп айта алмаймыз, және істің қайсына сәйкес бүкіл әлем оны жаратқан құдіретті Алла тағаланың бар екендігін дәлелдейді. Солай емес пе? Иә, біз оның сондай екеніне сенеміз. Осылай деп бекітеміз. Айналадағының бәрі ақылды, парасатты жаратушының бар екендігін айтады. Бүкіл әлемнің қатан әрі берік тәртібінде, табиғаттың берік заңдарында, сирек ұшырайтындығында, өмірдің көркемділігінде, ағаштың жапырақтарында, көбелектің қанатында, гүлдердің хош иісінде, бұлбұлдың әнінде, найзағайдың жарқырауында, желдің зуылында, адамдардың пікірлері мен қылықтарында, жұлдыздар мен планеталардың өзара байланысында, әлем деген атты бүкіл осы өте әсем, даналық бірігуде Алла тағала бар екенін білінеді. Егер де біз осының бәрі кездейсоқ, өзінен өзі пайда болды десек, бұл эфирге алфавиттегі әріптер мен дыбыстарды қалай болса солай тастаса, Уильям Шекспирдің сонетіне бірлесу мүмкін деп аңғырт ойлайтын адамға ұқсаймыз. Грек философы Аристотель айтқандай, Тәңірді көре алмасақ та, ол өзін жаратқан нәрселері арқылы көрсетеді. Өз ақыл санасын және қазіргі заман білімдерін пайдалана отырып, қазіргі кезде күрделі аппаратура, компьютерді құрастырған адамға қарашы. Алайда ол ешқашан тірі миды жинастыра алмайды. Миды қоя тұрайықшы, қарапайым торшаның өзі қандай да болсын, компьютердің 1000 есе күрделіде, ақылды. Әрбір торша қала тәрізді. Оның ішінде торшаның барлық қызметтерінің бақылайтын негізгі бағыттары бар. Қуатты өндіретін электростанциялар бар. Торшаға қажетті әртүрлі белоктарды шығаратын өнеркәсіптер бар. Күрделі көлік жүйелері әртүрлі заттарды торша ішіндегі және сыртындағы қажетті орындарға жеткізеді. Шекарада шығарылатын және енгізілетін заттарды тексерумен реттеу жұмыстары жүргізіледі. Торшаның қауіпсіздігімен бір тұтастығын қарастыратын және қамтамасыз ететін күштер үнемі дайын тұрады. Торшалар болса, өздеріне тапсырылған жұмыстарды атқара отырып, ағзаға қызмет етеді. Олар торшалар тобына бірігеді. Торшалар тобы мүшелер құрастырады. Мүшелер жүйелерге бірігеді. Ал ол өз тарапынан басқа жүйелермен байланысты және ешқандай ақау мен кемшілік жоқ. Осыны жаратқан кім екен? Даналы ма, әлде жоқ па? Неше түрлі тірі ағзалар мен көптеген әртүрлі торшалардың жаратушысы ақылды ма, әлде жоқ па? Жауабы бір. Ол даналы, ол ақылды. Оны біз Алла тағала деп атаймыз. Жарайды, деп ол жалғастырды. Бірақ осыдан мынандай сұрақ туады. Кім Алла тағаланы жаратты? Мен оған былай жауап бердім. Сенің сұрағың дөрекі, әдепсіз. Алла тағаланы жаратушы деп мойындай отыра,
оны кім жаратты деп сұрайсың. Сен оны жаратушы және жаратылған деп қарастырасың. Ал бұл өзіне қарама-қайшы және сыйыспайтын ұғымдар. Сенің сұрағының маңызсыздығының екінші жағы, сен жаратушыны ол жаратқан пенделерінің заңдарына бағындырғың келеді. Қисын заңдары бұл біздің заңдарымыз, яғни уақыт және кеңістік ұғымдарына негізделген адамдар заңдары. Ал уақытты да, кеңістікті де және оларды билейтін заңдарды да жаратқан Алла Тағала. Бұл заңдарға бағынбайды және оларға тәуелді емес. Заңдар мен себептерді жаратқан ол және оны осы заңдарға тәуелді деп санауға болмайды. Келесі мысалды түсіндірейін. Серіппеде қозғалатын бұрамалы қуыршақты көзіңе елестет. Егер ол ойлай білгенде, ол оны жасаған шебершіді серіппеде қозғалады деп ойлар еді. Егер де оған шеберші өзімен өзі қимылдайды десе, онда ол серіппесіз ештеме қимылдай алмайды деп жауап берер еді. Сен сол қуыршаққа ұқсайсың. Сен Алла Тағала өзінен өзі жаратушысыз бар екенін ойыңа сыйдыра алмайсың. Өйткені сенің өзіңе жаратушы қажет. Алла Тағала дәлелі қажет емес дәлел болып табылады. Өйткені ол өзімен өзі ақиқатты, шын және ол барлық тіршіліктің дәлелі. Содан кейін біздің жолдасымыз күлімсіреп сұрады. Неге сіз Алла Тағала жалғыз деп санайсыз? Араларында қызмет түрлерін бөлуге мүмкін болатындай, неге құдайлар екеу, үшеу немесе бірнеше емес? Біреуі адамдардың құдайы, басқасы жануарлардың құдайы, үшіншісі күннің құдайы және тағы сондай сияқты. Біздің досымызды қасиетті Құран сендірерлік емес, оған ғылым саласынан дәлелдер керек. Жаратушы жалғыз, бүкіл әлемнің бір материалдан құрастырылғаны және бір жоспар бойынша құрылғаны оның дәлелі болып табылады. Атом қуатын қолдана отырып, сутектен бейімдеу тәсілі бойынша барлық химиялық элементтер пайда болды. Осы сутектің көмегімен аспандағы жұлдыздар жарқырайды, жерге күн нұры түседі және жердегі барлық тірі ағзалар химиялық элементтерден құрылған. Бақаның, қоянның, крокодилдің, жирафтың, киттің, түйенің дене құрылысы барлық тірі жәндіктер бірыңғай жоспар бойынша жаратылғанын дәлелдейді. Осылардың әрқайсысы көру, есту, сезу қасиеттермен бөлінген. Олардың барлығында қаңқасы бар. Күре тамыры басқа да тамырларының, жүректерінің, сүйектерінің, бұлшық еттерінің және тағы басқа құрылысы біркелкі. Әрбір жануарлардың бір-біріне ұқсас сүйектері бар. Кептердің қанаты сүйектерінің құрамы жағынан бақаның шынтағының дәлме-дәл қайталануы болып табылады. Тек шамалы өзгерістермен. Жирафтың ұзын мойнында біз кірпінің қысқа мойнында бар 7 омыртқаны табамыз. Барлық жануарлардың жүйке жүйесі бас миынан, жұлыннан және жүйке талшықтарынан құрылады. Ас қорыту, жыныстық, несеп шығаратын жүйелері ұқсас. Барлық жануарлардың туылу, көбею, тыныс алу, өлу қабілеттері бар. Өсімдіктер, жануарлар және ұсақ ағзалар дүниесінің алуан түрлігінде олардың құрылысының бір тұтастығы табылады. Барлық ағзалардың құрылысы мен даму негізінде биологиялық құрылыстық бірлік торша жатыр. Және бүкіл әлемнің өзі бір тұтас өзара байланысты жүйе. Мысалға адамды алайық. Ол жануарлармен қоректенеді. Жануарлар өз кезегінде өсімдіктермен қоректенеді. Өсімдіктер күннің қуатына мұқтаж. Күн галактика жүйесіне кіреді, ал галактикалар болса бүкіл әлемдік жүйеге кіреді. Барлығы ең кішкентайынан ең үлкенге дейін бір тұтас жүйеге біріккен. Қайсы болмасын бөлімнің жоғалуы осы жүйені бұзады. Тағы да мысал, ең кішкентай жүйе электрон атомның төңірегінде айналады. Және үлкен жүйе планеталар күннің төңірегінде айналады. Біз жаратушы жалғыз екенін біліп, көргеннен кейін неге таңғаламыз? Неге мүлтіксіз жетілген көп болу керек? Оны толықтыратын немесе түзейтін жетіспеушілігі бар ма еді? Ақиқатында тек жетіспеушіліктері барлар ғана көптікті қажет етеді.
Біраз уақыт үндемей отырып менің досым сұрады. Барлық ұсақ және күрделі мәселелерге араласатын Құдай таңырқарлық емес пе? Араға өзінің тұратын жерін салуға оны үйретеді. Желді басқарады. Бірде-бір жапырақ оның рұқсатынсыз түспейді. Әрбір шыбын шіркей есепке алынған. Егер шыбын тамаққа құласа, яғни ол оған сезім туғызды, үйретті. Егер жаңбыр болмаса, яғни ол оны тоқтатты. Сендер өздеріңнің түсініктеріңше оны көптеген елеусіз істермен айналысады деп ойлайсыңдар ма? Мен оны зер салып тыңдадым да былай жауап бердім. Егер Тәңір жаратушы өзін жауапкершіліктен босатып, өзі жаратқан жерден теріс бұрылып, оны тағдырдың еркіне тастаса, ол сенің ойыңша Құдай болуы мүмкін бе? Егер ол көрмесе, естімесе, өзінің жаратқан жандарының өтініш албаруына жауап бермесе, және олардың қамын ойламаса, ол Құдай бола ма? Және Құдай қай жерге араласу керек, қай жерге араласпау керектігін, бір істердің маңыздығы мен келесілердің мәнсіздігін сен қалай анықтайсың? Сен түкке тұрмайтын және зиянсыз деп санайтын шыбының өзі тарихтың жүрісін өзгертуі мүмкін. Ол кенеттен тамаққа түскенін көзге елестет. Осы сен түкке тұрмайтын деп есептейтін жағдай оқиғалардың ағымына өз әсерін тигізуі мүмкін. Атап айтқанда, егер ол армияға арналған тамаққа түссе, бүкіл армияның жұқпалы іш ауруы немесе обамен жұқтыруы мүмкін. Осы себеппен әскер ұрыста ұтылып қалып, тарих ағымын өзгертеді. Александр Македонский масаның шаққанын қайтыс болған емес пе еді? Ақиқатында әр затты білетін Тәңір ғана Құдай бола алады. Одан жердегі және аспандағы бірде-бір шаң жасырынбаған. Тәңір естиді, жауап береді, өзінің жаратқандарының қамын ойлайды. Тек осындай Тәңір Құдай бола алады. Енді мені тамағымнан ұстап алдың, және мен ешқандай жауап бере алмайды деп шешіп менің досым гүлдей жайнады. Ол, сендер Алла тағала әр заттың тағдырын белгіледі, және біздің істерімізді алдын ала анықтап қойды дейсіңдер. Егер осындай болса, неге ол сол үшін кінәлайды? Менің туу, немесе тумауға өзімнің бойымдағы толықтығымды, терімнің түсін, ұлтымды, ата-анамды таңдауға өз еркім бар ма? Мұқтаждық, аурулар, өлім менің тілегіме сәйкес берілді ме? Менің еркіме сәйкес күн мен айдың шығуы мен батуы бола ма? Барлығы тағдырыммен алдын ала белгіленген болғанына мен кінәлімін бе? Менің басқа амалым жоқ қой, деді. Осы дүркінін босатып, менің досым байсалды да еркін демала бастады. Ол мені жойдым деп, енді менің өлігімді көмуғаны қалды деп елестетті. Мен оған жауап бердім. Сенің істерің әрине Алла тағалаға мәлім, және оның кітабында жазылған. Бірақ ол сені күштемейді. Ақиқатында істердің бәрі алдын ала белгіленген, алайда тек оның білімінде. Бұл шамалап айтқанда сенің жалқау балаң жоғары оқу орнына түсе алмайды деп ойлағанына тең. Бұл шамалап айтқанда сенің жалқау балаң жоғары оқу орнына түсе алмайды деп ойлағаныңа тең. Ал кейін тура солай болып шығады. Өйткені сен оны күштеп көндірмедің. Тек қана алдын ала өзіңнің біліммен ойладың. Алла тағаланың біліммен еш нәрсені салыстыруға, теңестіруге болмайды. Сенің жалған болса да, еркіндік туралы сөзіңді және сенің келтірген дәлеліңді алсақ, сенің туылу, дене құрылысыңды, ұлтыңды таңдауға еркіндігінің жоқтығын және сен күн мен аймен еркін басқара алмаймын деуің сенің басқа бір қатең. Сен басы бүтін бостандық туралы айтасың. Кімнің терісінің түсін, ұлтың таңдауға еркіндігі бар? Кім күннің орбитамен қозғалысын өзгерте алады? Сен басы бүтін бостандық туралы сұрап жатырсың. Бұл еркіндік тек қана Алла тағалаға тән қасиет. Ешкімде жарату жағынан еркіндік жоқ. Себебі тек Алла тағала ғана керек затын жаратады. Таңдай. Алла тағала сені ешқашан кішкентай бойың үшін кінәламайды. Биік болғаныңа жазаламайды. Әрі сені ешқашан күннің орбита бойымен жылжуын тоқтатпағаның үшін жазаламайды.
Сондықтан сен ерікті еріксіз Алла тағалаға бағынасың. Өйткені бұл жағдайда сенің еркің жоқ. Біздің пікір таласымыздың тақырыбы саған еркіндік берілген және сен жауап беретін міндеттерінің туралы сұрақтар. Осының төңірегінде біз өз әңгімемізді жүргіздіреміз. Сен өз нәпсіңді басуға, ашуыңды жеңуге, қателермен күресуге, арам ойларыңды тоқтатуға, жақсы ниеттеріңді мадақтауға сен еріктісің. Сен өзіңнің мүлкіңді, жаныңды таза қылып қоюға еріктісің. Сен шындықты айтып, тыйым салғанға жоламауға еркің бар. Сен әдепсіздікке қарамауға, жаман сөздермен өсектен және өсек жаладан өз тіліңді сақтауға мүмкіндігің бар. Осы сұрақтарда сен еріктісің және осының бәрі үшін сен жауап бересің, қатал сұраласың. Бұл айтылған бостандық абсолютті даусыз емес, тек салыстырмалы. Бұл бостандық шын, оны біз өзіміздің жан тәнімізбен сезуіміз оның дәлелі болып табылады. Біз жауапкершілікті сеземіз және өз қателерімізге өкінеміз. Жақсы бір істегенде біз жанымыздың тыныштығын сеземіз. Біз әр сәтте әртүрлі мүмкіндіктерді таңдаймыз, салыстырамыз. Өйткені таңдау, бірін екіншісінен таңдау біздің ақыл ойымыздың бастапқы міндеті болып табылады. Біз безгек ауруынан қалтыраған қолмен жазып отырған қолдың айырмашылығын анық көреміз. Бірінші қолдың қозғалысы амалсыз, ал екінші қолдың қозғалысы ерікті, өз еркімен екенін көреміз. Егер қолдар екі жағдайда да еріксіз қозғалған болса, біз оларды бір-бірінен айыра алмайтын едік. Жүрекке оған ұнамайтын нәрсені жақсы көргіздіру ешқандай күшпен мүмкін еместігі осы еркіндіктің дәлелі. Әйелді қорқыту, ұру арқылы шешінуге мәжбүр етуге болады, бірақ ешқандай күш оны жақсы көргіздіре алмайды. Осының мәні, Алла тағала зәбір мен зорлаудың түрлерінен біздің жүректерімізді босатты. Сондықтан Алла тағала пайымдаудың негізі етіп жүрекпен оның ниетін жасаған. Алайда адамның еркіндігі Алла тағаланың еркінен аспайды. Адам кейде Алла тағалаға ұнамайтын істер жасайды, бірақ жаратушының еркіне қарсы ештеңе жасай алмайды. Және бұл жерде адамның салыстырмалы тәуелсіздігінің екінші жағы. Біздің жасаған істеріміздің барлығы Алла тағаланың еркімен істеледі. Кейде оның қабылдаусыз, ризалығысыз болса да. Келесі мысалды түсіндірме берейік. Егер бір адам басқа біреуді өлтіргісі келсе, онда ол Алла тағалаға ұнамайтын іс жасайды. Бірақ Алла тағала оны орындауға мүмкіндік береді. Өйткені ол адамдарға еркіндік берген. Сонымен қатар, егер Алла тағала құрбан болып таңдалған адамның өлгенін қаламаса, қылмыскердің барлық амалдары бекер болады. Бұл жерде де Алла тағаланың еркі көрінеді. Адамдардың еркіндігі де Алла тағаланың ерігінше болады. Біздің еркіндігіміз жаратушының еркімен бізге берілген сыйлық. Біз еркіндікті Құдайдан зорлап тартып алған жоқпыз. Ол оның еркі. Қасиетті Құранда айтылғандай: Сендердің қалауларың болмайды, Алла қаласа ғана болады. Расында, Алла өте білуші хикмет иесі. 76 сүре, 30 аят. Біздің тілегіміз оның еркінен шығады, және бұл сыйлық, оның жомарттығы мен ұлылығынан. Бізде екіжүзділік пен қара ниеттілік жоқ. Бізде істермен пайымдауда Алла тағаламен қайшылық пен бақталастық жоқ. Егер Алла тағала қаласа, бізді имандылыққа зорлап бағындырар еді. Бірақ ол олай істемеді. Өйткені Алладан зорлау мен мәжбүрлеу жоқ. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Дінде зорлық жоқ. Расында тура жол азғындықтан ажырап болды. 2 сүре, 256 аят. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى
Мұхаммед егер Раббың қаласа еді, әрине жер жүзіндегілердің барлығы түгелдей иман келтірер еді. Адамдарды иман келтіруге сен мәжбүрлейсің бе? 10-шы сүре 99-шы аят. Алла тағала ешкімді зорлап немесе қинап, өзіне сенуге мәжбүр етпейді. Адамның өз еркі, сене ме, әлде сенбей ме? Адамның сыналуы осында. Тағдыр мен өмір адамдарға жоғарыдан жасалынып берілген деп қарауға болмайды. Алла тағала әрбір адамға жанының ұмтылысына қарай береді. Құранда айтылғандай: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Кім ақырет пайдасын қаласа, оған оның пайдасын арттыра түсеміз. Ал және кім дүниенің пайдасын іздесе, оған одан да береміз. Оған ақыретте несібе жоқ. 42-ші сүре 20-шы аят. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Олардың жүрегінде дерт бар, күншілдік дерті. Сонда Алла олардың дертін арттыра түсті. 2-ші сүре 10-шы аят. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Ал сондай тура жол тапқандар, Алла олардың туралықтарын арттыра түсіп, оларға тақуалық береді. 47-ші сүре 17-ші аят. Алла тағала адам тағдырын алдын ала анықтап, оның ниетіне сай бағыттайды. Егер оның ниеті мейірімді, жақсы болса, онда оны жақсы жол күтіп тұр. Егер ниеті жаман болса, онда өмірі адасу жолында болады. Бұл тағдырдың алдын ала анықталуы әр адамның өз таңдауы. Бірақ кім берсе, әрі қорықса, әрі әсемдікті шындық деп есептесе, оған біз жеңілдетеміз. Ал сараң болып, әрі байса және әсемдікті жалған деп есептесе, оған біз ауыртпашылыққа жолды жеңілдетеміз. Менің досым шабуылын жалғастырып: сіздің айтуыңызша сіздердің Алла тағалаларыңыз аса қамқор, мейірімді сүйуші болса, онда ол осы дүниедегі барлық жер сілкінулер, жанартаулар, микробтар, улар, аурулар, қарттық, өлім сияқты жасты да кәрінді аямайтын жаманшылықтарды неге жасаған? деп сұрады. Мен оған: Алла тағала ақиқатында мейірімді, қайырымды. Ол еш уақытта жамандық жасы деп бұйырмайды, бірақ даналығымен жаманшылықтың болуына мүмкіндік береді. Құранда айтылғандай: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. Шынында Алла арсыздыққа бұйырмайды. Аллаға білмеген нәрселеріңді айтасыңдар ма? Мұхаммед алейхиссалам: Раббым әділдікті бұйырды. 7-ші сүре 28 бен 29 аяттар. Алла тағала адамдарды жақсылыққа, әділеттілікке үндейді, және ол тек қана жақсылыққа разы болады. Ал неге Алла тағала қысым көрсетушіні, кісі өлтірушіні, ұрыны жазасыз қалдырады? Себебі Алла тағала біздің еркін болғандығымызды тіледі. Өйткені егер бізде жақсылық пен жауыздық, тақуалық пен күнәһарлық арасын таңдау құқығымыз болмаса, онда бостандықтың қандай мәні болғаны? Құдіретті күшті Тәңіріміз барлығымызды иманды, әділетті жасай алады. Бірақ бұл үшін ол біздің бостандығымызды алып қою тиіс. Сондықтан Алла тағала бізді жаңылушы, ауыратын және оқып үйренетін етіп қалдырды. Бұл жауыздың болуына мүмкіндік беретін ерекше даналық. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل
Егер Алла тағала адам баласын қылықтары себепті қолға алатын болса, жер жүзінде ешбір жәнді қалдырмас еді. Бірақ оларды белгілі бір мерзімге дейін кешіктірді. 35-ші сүре, 45-ші аят. Сонымен қатар шынайы көзқарас бізге жақсылық болмыс негізі, ал жауыздық кей кездерде кездесетін бір құбылыс екенін ашады. Біз өміріміздің үлкен бөлігін деніміз сау өткіземіз, ауру біздің өмір сүру дәуіріміздің тек кішкене ғана кезеңін қамтиды. Жер сілкінуі де осыған ұқсас. Ол жер шарының миллиондаған жылдар өмірінде бар болғаны бірнеше минутқа созылады. Соғыстарды дәл осылай. Ол халықтардың өміріндегі ұзақ уақыт бейбіт өмір сүру жылдарындағы эпизодтар, үзінділер. Сонымен қатар әрбір мұндай құбылыстардың жақсы жақтары да бар. Ауру шыдамдылықты туғызады. Қиындықтар рухты мықты қылып шынықтырады. Мінез құлық беріктігін қалыптастырады. Жер сілкінулер жер шарын зор ішкі қысымнан босатады, яғни олар жер қабығын жарылудан сақтайды және тауларды өз орындарына қайтарады. Олар ауырлық жолақтары ретінде жерді өз орнына ұстап қалады. Жанартау жер қойнауларында жатқан жасырынған кендер мен байлықтарды шығарады. Жерді жанартаулы құнарлы қабатқа кендіреді. Жылан уынан бағалы дәрі алады. Микробтардан әртүрлі аурулардың телеулерін істейді. Егер өлім болмаса, біз өмірді бағаламас едік. Жауыздық суреттегі көлеңке сияқты. Оны жақыннан анықтап қарасақ, ол керексіз көрінеді. Ал егер оған алыстан тұтас көзқараспен қарасақ, онда көлеңке тек қана қажетті ғана емес, сонымен бірге сурет сұлулығы оған тәуелді болатыны айқындалады. Ал аурушы, егер біз ауырмасақ, денсаулықты бағалар ма едік? Денсаулық ол біздің бастарымызды аспандататын, шарықтататын тәж. Оны біз көрмейміз және тек қана ауырған кезде ғана бағалаймыз. Егер кемтарлықтар болмаса, біз сұлулыққа сүйсіне алмас едік. Егер апаттар болмаса, біз өмір ғажайыптарын көрмес едік. Алла тағала зұлымдықтардан шеттеуге бұйырады және жақсылық жасауға мүмкіндік туғызады. Алайда кейде нелер болады? Алла тағала өзендерді жіберді, бағыттады, желді бағыттады. Бірақ бір қомаға капитан адамдармен және тауарлармен өз кемесін тиістіден көбірек жүкті асыра алды. Нәтижесінде кеме батып кетті. Капитан жаратушыны айыптап бастайды және тағдырды тілдейді. Алла тағаланың кінәсі неде? Ол барлық жүзеге арналған қолайлы жағдайларды жасады. Бірақ адамның тойымсыздығы мен қомағайлығы жақсылықты жауыздыққа айналдырды. Біздің досымыз желкесін қасыды. Оның менің ілгіздеп тұрғаны көрініп тұрды. Бұл сөзін созыңқырап, былай деді: сен шынымен ислам әйелдерге көңіл бөлу жағынан қатал екеніне келіспейсің бе? Енді ол саусақтарын санап, исламда әйелдерді кемсіте қараудың дәлелдейтін мысалдарын келтіре бастады. Көп әйел алушылық, сопылық, күйеуіне сөзсіз бағыну, мұра бөлу кезінде еркекке 2 есе үлес беру және басқа да әйелдер құқықтары мен бостандығына қысым жасауы деп. Мен оған былай деп жауап бердім: мен сіздерде еркектермен бірдей болатындай әйел бостандығы туралы көп қамқорлық жасағандарыңызды түсінемін. Бірақ сіздер асыра сілтеген сияқтысыздар. Сіздерде қазір әйел құрылысшы, әйел жер қазушы, каратэмен шұғылданушы, культуризмде, бокста да кездесетін ғажап емес. Мен сіздердің әйелдеріңізді құттықтаймын. Мен түсінем. Сіздерде керісінше, еркектер әйелдеріне сөзсіз бағынады және сіздердің әйелдеріңіз күйеуге шыққанына немесе шықпағанына қарамай, кімді қаласа сонымен құпия немесе ашық қыдыра алады. Неліктен саған ислам әйелдердің құқықтарына қысым жасайтындай болып көрінетіні түсінікті. Исламдағы әйелдердің жайы туралы өсек аяндары өте көп. Мен сенің сұрақтарыңа түсінікті және қысқа жауап беруге тырысамын. Еркектің 4 әйел алу құқығының болуы ол бар жоғы тек құқық, ал міндет емес. Еркектердің жеткіліксіздігі, әйелдің бедеулігі немесе аурушан жағдайларындағы мәселені шешудің ең жақсы жолы болып табылады.
Яғни көп әйел алушылықтың тағы бір мақсаты жалғыз, тастанды және әлсіз әйелдердің қоғамда болдырмау. Ал эмансипацияланған Европа әйелінің жайы қандай? Бұзықтық, жәдігөйлік және құқықсыздық жайлаған мына әлемде еркек некеде біреумен формальды тұрып, некесіз ондаған әйелдермен қатынас ұстанады. Үйленген еркекке құқықсыз, еріксіз, тұтқын, жасырын бірге тұратын және үйленген еркекке қоршаған адамдарға жек көрінішті әйел болғанша, толық құқықты екінші әйел болу дұрыс емес пе? Сонымен қатар ислам көп әйел алушылықтың жеңіл болмайтын шарттарын алға тартады. Ол әйелдер арасындағы әділеттілік және тең құқықтылық. Құранда айтылған: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Сонда егер тең ұстай алмаудан қорықсаңдар, онда біреу алыңдар. 4-ші сүре, 3-ші аят. Ал енді сопылыққа келсек, әйелге арналған ең құрметті орын оның үйі. Жанұя шеңбері екенің белгілі. Ол жаратылысынан үйінің ошағын сақтаушы және өзін толық балаларды тәрбиелеуге арнайды. Төмендегі жағдайлардың қайсысы жақсырақ? Әйел қоғамдық міндеттермен жүктелсе, ал балалар бала бағушылардың қамқорлығында және бала бақшаларында болса ма? Немесе әйел балалар жанына тұрақты болып және бүтіндей өзін балаларына арнаса ма? Жауап анық. Өз баласын ойламай, өзін қоғамдық еңбекке бүтіндей арнаған әйелдің балаларына қарағанда, аналарының тәрбиесі мен қамқорлығын көріп өскен балалар денсаулықтары анағұрлым мықты және мейірімді болады. Бұдан ислам әйелдердің қоғамдық өмірге қатысуына қарсы деген пікір шықпайды. Біз мұсылман әйелдерінің қоғамда жоғары лауазымда болғанын және әлі де қызмет ететін үлгілерін білеміз. Бізге көптеген жазушы әйелдердің, ғылымдардың, талантты дәрігерлердің, мемлекеттік қайраткерлердің есімдері белгілі. Ал мемлекеттік және қоғамдық өмір сферасындағы еркектердің басымдылығы ол тек мұсылман әлемінде ғана көп таралған құбылыс емес. Сонымен қатар христиан елдерінде де тән. Әйел басқарушы адамзат тарихындағы сирек оқиға. Қай жерге рух күші, бұлшықет мықтылығы, мінез құлық қаттылығы керек, онда тек қана еркек қатысады. Билейді, ойлап табады, құрып салады, ғибраттайды, шешімдерді, заңдарды шығарады. Олардың табиғаты сол талаптарға сай болады, және бұл роль оларға арналған. Ал исламда мұра бөлімі кезінде еркекке екесе үлес берілуі, ол жанұя құраушы, оның асыраушысы, қорғанышы және тірегі болатыны себепті. Еркек өз мүлкінен жанұясын бағуға қажет шығындарды өтейді. Ал әйел бұған міндетті емес. Сондықтан Алла тағала қоғамдық өмірді еркектер үшін сайлады да, ал әйелге үй және жанұя шеңберін арнады. Әйелге ең маңызды, бағалы және жауапты міндет адам тәрбиелеуді сеніп тапсырды. Ақиқатында бұл ең биік сенім, қадірлі қазына адам тәрбиелеуді тапсыру. Осы жолы қиындықтар көбірек боларын біліп, менің досым сұрады: жаның бар болуы туралы сенің қандай дәлелдерің бар? Біз ақырғы барар жеріміз топырақ болатын жай ғана тән емеспіз бе? Біраз ойланып мен былай жауап бердім: кел толғанайық. Адамның екі түрлі табиғаты болады. Сыртқы көрінетін табиғат ол оның денесі. Ол уақыттың ықпалына қарай түрін өзгертеді, қозғалады, бір күйден басқа күйге көшеді. Біздің ағзамызда ұдайы зат алмасу тұрақты жүріп тұрады. Ескірген торшалар жаңасымен алмастырылады. Сол сияқты басқа бір молекулалар екіншісімен ауыстырылады. Шындығында біз алғаш туылғанда молекулалар түзілімінен тұрмаймыз. Және біз тек қана денеден тұрсақ, онда біз жеке адам ретінде осы молекулалар әсерінен өзгеруге тиіс едік. Алайда жеке адам бұл басқа табиғатты. Ол денеден өзгеше. Жан табиғаты тұрақты. Ол уақыттың ықпалымен және орнының әсерімен өзгермейді. Бұл өзінде кең мағынасы бар біздің меніміз. Адам денесін бөлімдерге шашып тастауға, әртүрлі органдарды кесіп тастауға, дене бөліктерін қайтадан қондыруға, бактерияларды орнатуға, жасанды көздер, аяқ-қолдар, шаштар,
электрондық жүрек салу және жүргізу тағы басқа жасауға болады? Адам тірі. Себебі адам тек қана дене бөліктері ғана емес. Сонымен қатар рөлде отырып, ми арқылы денені басқарушы жан. Ми көзге көрінбейтін қолға кигізілген қолғап сияқты. Оның аты жан. Шынында ол туралы білім бізде аз. Құрандағы 17 сүре 85 аятта айтылғандай. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Мұхаммед, олар сенен рух, жан туралы сұрайды. Ол Раббымның әмірінен. Сендерге өте аз мәлімет берілді. Менің досым, ал сен тіршілік жансыздардан ешкімнің де араласуынсыз пайда болған. Одан әрі қарайда өз бетімен дамып әртүрлі қалыптар мен түрлерге ие болған деген эволюция теориясы туралы не айтасың деді. Біраз ойланып мен оған былай жауап бердім. Бұл өте үлкен тақырып, және оны талқылау үшін өте көп уақыт керек. Бірақ мен қысқаша жауап беруге тырысамын. Торша қалай құрылды? Кейбір ғалым материалистердің жорамалдарына сәйкес, күн энергиясының ықпалынан сонымен қатар найзағайлар әсерінен көмір қышқыл газ, аммиак, метан және су сияқты қарапайым химиялық құрылымдардың әрекеттесу болды. Нәтижесінде кездейсоқ амин қышқылдарының молекулалары түзілді. Ал ол өз кезегінде өзіндей амин қышқылдарымен топтасты. Нәтижесінде теңізде жинақталған қарапайым ақуыз пайда болды, және олар теңізді алғашқы сорпаға айналдырды. Осы сорпада қарапайым ақуыз жұқа қабатпен қапталды, ал олар да қарапайым ақуыздардан тұрған. Және бұл торша болған сияқты тағы да көбейе алатын. Мен бұл теорияны дұрыс баяндадым ба? Күлімсіреп ол басын изеді. Мен әрі қарай жалғастырдым. Ал енді бұл пәнді соңғы мәліметтерді пайдалана отырып, қазіргі заман ғылымның көзқарасы тұрғысынан қайтадан қарап шығайық. 1953 жылы Стэнли Миллер сутегіден, метаннан, аммиактан және су буынан тұратын тәжірибелік алғашқы жер атмосферасына электрлік разрядтармен әсер етті. Нәтижесінде 4 түрлі амин қышқылдарынан алды. Ең қызықтысы, тәжірибе нәтижесінде электр разрядымен алынған 4 түрлі амин қышқылдарының ішінде тек оларды тез арада разряд аймағынан кідіртпей алғандықтан аман сақталып қалды. Ал егер ол амин қышқылдарынан алмағанда, онда оларды разряд қайтадан жылдам қиратар еді. Яғни онда атмосферада олардың тірі қалуына мүмкіндік жоқ. Бірақ амин қышқылдары мұхитта шөгіп үлгерді, және оны жоятын разрядтардан және ультракүлгін радиациядан пана тапты десек те, құтқару мүмкіндігі мұнда да жоқ. Сіздерге белгілі, су молекулалардың күрделуіне кедергі болады. Керісінше, ол оларды ыдыратады. Белгілі химик Ричард Диккенсон айтқандай, судың болуы бірігуге емес, қайта олардың ыдырауына жағдай жасайды. Өмірдің пайда болуына қолайлы судағы амин қышқылдарынан күрделі ақуыз молекулаларының құралу үшін олардың судан шығу керек еді. Бірақ олар судан шықса болды, разрядтар мен сәулелердің қиратқыш әсерінен құтыла алмас еді. Басқаша айтқанда, бұл өмір сүрудің алғашқы жеңіл сатысынан өтуінің теориялық ықтималдығы нөлге тең. Мұнымен айналысқан биохимик Уолт оны өте қоңыр қиыншылық деп есептейді. Сонымен қатар ғалымдар есептеуі бойынша қарапайым ақуыздың кездейсоқ құрылуы ықтималдығы бір бөлінген бірден кейін 113 нөлі бар санға тең. Әрі бұл сан барлық ғаламдағы бар атомдардың шамаланған санынан әлдеқайда артық. Ал бір торшаның тіршілік әрекетін қамтамасыз ету үшін күрделі ақуыздың 2000-ға жуық түрлері қажет. Олардың кездейсоқ пайда болуының мүмкіндігі қандай? Және де алмасу өнімдерінің иондардың, металдардың концентрациясын жеткізуін және шығарылуын нақты бақылайтын каналдар мен насостары бар мембрана торшаны қоршауы тиіс қой. Бұл мамандырылған каналдардың құрамына жоғары құрамды ақуыздар, яғни эволюция басында өмір сүре алмайтын молекулалар кіреді. Ал егер генетикалық хабарды тасымалдайтын ДНК молекулалар туралы айтсақ, осы жерде біздің доктор сөзді үзді. Мен келісемін. Барлығы өзінен өзі пайда болды дегенге әзір сенесің. Бірақ, маған айтшы, неге көпшілік сонда да тіршілік пайда болуының осы теориясын ұстанады, және басқаларын қабылдамайды? Мен оған былай жауап бердім. Бұл осылай болса да, бірақ әрбір адам
санасымен иманды болып келеді. Басына қиыншылық түскен кездерде ел Құдайдан көмек сұрамай ма? Құдайға сену үшін тек жақсылап ойланып толғану адамға жеткілікті. Фрэнсис Бэкон айтқандай, үстіртін элементарлық философиялық білімдер адамды дінсіздікке, құдайсыздыққа әкеледі. Терең, толық және жан-жақты философиялық білімдер адамды құдайшыл және иманды игілікті адал қылады. Тіпті Дарвиннің өзі жаратушы бар екенін мойындаған. Түрлердің пайда болуы атты кітабының 450-ші бетінде ол алғашқыда өмір аз ғана немесе бір түрде жаратушымен енгізілген шығар, әрі қарай олар эволюцияланған деп айтқан. Сонымен қатар ол, мен Құдай бар екенін еш уақытта теріске шығармадым деген. Менің ойымша эволюция теориясы сеніммен үйлесімді. Өйткені тамаша, шексіз ғажайып ғарыш және сонымен қатар осы ғарыштағы адам мүлдем кездейсоқ болуын дәлелдеу мүмкін емес. Альберт Эйнштейн, Паскаль, Ампер, Джоуль сияқты көптеген басқа ғалымдар да Құдайға сенген. Бәріне белгілі ғалым Исаак Ньютон айтқан, ғарыштың керемет құрылымы және ондағы үйлесімділік оны тек бәрін білуші және құдіретті жаратушы жоспарымен жасалған деп түсіндіруге болады деген. Бұл менің алғашқы және соңғы сөзім. Менің досым үндемеді. Ол менің айтқандарымның бәріне ойланған болу керек. Сәл үзілістен кейін ол, ал енді сен адамдарды дін алдайды, тек Аллаға үміттеніп, жұмақ туралы ғана арман еткіздіреді, деп пікір айтушыларға не айтасың деп сұрады. Дін есеңгіретеді деген қате пікір. Ақиқатында дін міндеттер ауыртпақшылығы. Дін ол ұстамдылық, қырағылық, намыс көрінісі. Әрбір қылықты, әрбір сөзді, әрбір ойды бақылау. Осыған керісінше құдайсыздар өлімнен кейін қайта тірілуіне сенбей, ойына не келсе соны істейді. Сендер Құдайға сыйынбайтындар психологиясын білесіңдер ме? Біз тек бір мәрте ғана өмір сүреміз. Сондықтан бәрін көру керек деп, осы сөздермен олар бұзықтықтың, әдепсіздіктің теңізіне батып, өз бастарын ішімдікпен, есірткілермен, ойын сауықтармен алдайды. Ал бұған қарама-қарсы нағыз мұсылман ақыр заман болатынына сеніп, өз қылықтарын әрқашан бақылайды. Сонымен не есіртендіріп, есеңгіретеді? Сенім бе, әлде сенбеушілік пе? Бірде Сан-Франциско қаласының бір ауданы түнде тоқсыз қалды. Бар аудан қараңғылыққа енді. Сигнал беру жұмысы істемейді. Ал таңертең дүкендердің көпшілігінің тоналғаны анықталды. Бұл тағы да бір жағдайды көрсетеді. Егер полицейлер, соттар, түрмелер болмаса барлық жерде бейберекеттік ретсіздік болар еді. Барлық адамдар ұрлап, тонап, кісі өлтірер еді. Адамдарды мұндайдан тек қана күш ұстайды. Ал Құдайдан қорыққан адам еш уақытта мұндайға бармайды, тіпті егер оны ештеңе қинамаса да. Олай болса, не есіртендіріп есеңгіретеді? Сенім бе, әлде сенбеушілік пе? Біздің дініміз тек Алла тағалаға үміттенуге ғана шақырады деу мүлдем қисынға келмейді. Ислам бізден барлық күштеріміз бен мүмкіндіктерімізді біріктіріп жұмсауды, батылдықты талап етеді, ал содан кейін Алла тағалаға үміттенуді талап етеді. Құранда айтылғандай: сонда қашан қарар берсең, Аллаға тәуекел ет. 3 сүре 159 аят. Менің досым бой бермей жалғастырды. Келісші, дін тоқырау болып табылады. Ол әрқашан алға басуға кедергі жасады. Білімдердің таралуына мүмкіндік бермейтін және тек діннен азат болғаннан кейін ғылымның дамуы басталды. Осылай емес пе? Мен сенің айтқаныңа қарсымын. Көпшілігі дінді басқа құбылыстармен, орта ғасыр заманында қоғамда католиктік шірке үстем болып тұрғанда инквизиция қаһарланып, мысалы Джордано Бруно сияқты ғалымдарды, ойшылдарды қудалап, оларды өртеген кезбен байланыстырады. Галилей Галилейді және көптеген басқа да ғұламаларды зынданда бұғауда ұстады. Сонымен исламды тоқырау деп пікір айтушыларға біз оның еш уақытта ондай болмағанын айтамыз. Құранның тіл шебер өлеңдері білім алуға, білімдермен қарулануға деген қызығушылықты оятады және ғылым мен діннің арасында ешқандай бөгет қоймайды. Оған дәлел Құрандағы аяттар.
жермен жүріңдерді, және жаратылыс қалай басталғанын көріңдерді. Және тағы бір аят. وقل رب زدني علما Раббым білімімді арттырды. 20 сүре 114 аят. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Білгендер мен білмегендер тең бола ма, де. 39 сүре 9 аят. Алла тағала жерге жіберген Құранның алғашқы аятының бірінші сөзі оқы болды. Тәңіріміз ғалым адамдарға жоғары дәреже береді, және оларға Құранда үлкен сыйлықтар берілетіндігі туралы уәде етілген. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Алла сендерге сондай иман келтіргендердің, ғылым бергендердің дәрежелерін көтереді. 58 сүре 11 аят. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون Расында, Алланың қасында жәндіктердің ең жаманы, сондай шындықты түсінбейтін саңырау, сақаулар. 8 сүре 22 аят. Сонымен қатар 88 сүре 17 мен 20 аяттарда айтылғандай. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت Олар түйеге қарамай ма, қайтып жаратылған. Олар аспанға қарамай ма, қайтып көтерілген. Олар тауларға қарамай ма, қайтып тігілген. Олар жерге қарамай ма, қайтып төселген. Қараңыз, өйткені бұл анық және тиянақты нақты бұйрық. Адамдар мен жәндіктердің, таулардың, жердің, аспан мен планеталардың жаратылысын байқауға бұйрық. Жер бетінде жүріп, мәліметтерді жинауды, зерттеуді, оқуды, түсінуді және білуді нұсқайтын айқын ұран. Мұсылмандар осы жарлықтарға шын ниетпен бағынып, алға ұмтылу болған кезде, шығанақтан мұхитқа дейін империя пайда болып, онда тарихтағы алғашқы университет, алғашқы ірі астрономиялық обсерваториялар, лабораториялар, ауруханалар салынған болатын. Исламдық ортада ұлы ғалымдар, физиктер, химиктер, математиктер, астрономдар, дәрігерлер, теңіз саяхатшылары, социологтар, философтар өсті. Және мұсылман ғалымдары білмен байтпаған ғылым сфералар қалмады. Мысалға бірнешеуін келтіреміз. Медицинаға үлкен және түбегейлі үлес қосқан Ибн Сина. Қан айналым жүйесінің суреттеуін берген ең бірінші анатом Ибн Анафис. 12 ғасырда жер өлшемдері жағының күннен кіші, бірақ айдан үлкен болатын дәлдеген Санат Ибн Али. Қасиетті Құран аяттарына сүйене отырып, 11 ғасырда жердің дөңгелек қалпына ие екенін есептеп шығарған математиктер Ибн Хазм мен Әл-Бируни. Сол сияқты химик Джабир Ибн Хайям, социолог Ибн Хальдун, астроном Аль-Батани және көптеген басқа ғалымдар. Олар иманды Құдайға сенетін адамдар болатын. Барлық адамзат ислам әлемдегі даналық қазына қоймасынан білімдермен сусындаған. Астрономия, физика, математика, филология ғылымдарындағы терминология араб тілінен алынып байытылған. Көптеген батыстың белгілі ғалымдары ислам дүниежүзілік ғалымға баға жетпес үлес қосты деп есептейді. Құрандағы бір әріпті де түсінбейтін біздің доктор болмаса, дін тоқырау деп кім айта алады? Менің ажуалағаныма жауап соққы ретінде ол былай деді. Мен сені ренжіткім келмейді. Сенің Құранды құрметтейтініңді білемін, және сенетінім бұл құнды кітап. Алайда неге Құран Мұхаммедтің шығармасы болу мүмкін емес? Ақиқатында Мұхаммедтің қадір қасиетіне ие адам. Мұндай кітапты жазуға қабілетті, және бұл Алла тағала оны түсірді деп айтқанға қарағанда қисынды болар еді. Мен Алла тағала аспаннан бір нәрсені түсіргенін көрмеппін. Біз Алла тағаланың Жебірейіл атты періштесін жердегі қайсы бір пайғамбарларға мәлімет жеткіз деген тапсырмамен жібергеніне адамды сендіруге қиын уақытта өмір сүріп жатырмыз.
Мен оған жауап бердім. Алайда біз періштелердің бар болуынан да, адам нанғысы нәрселердің болып жатқан ғасырында өмір сүріп отырмыз. Әлем анықтамаған ұшу объектілері, полтергейст, радио толқындар жайлы, ауа бойынша таратылатын бейнелер және ол бейнелерді шырпы қорабында өлшемі бар. Құрылғыларда көрсететін секундына миллиардтаған амалдар орындайтын компьютерлер, алыс планеталарға жіберілетін ғарыштық кемелер туралы ғажайып хабарларға толы. Алла тағала періште арқылы пайғамбарларға ашып берулер, хабарларын жіберіп отырды дегенге таңғаларлық не бар? Құран Мұхаммедтің ғалейхиссалам шығармасы болып табылмайды. Себебі Құран өзінің жанрымен, терең ойларымен және құпияларымен, тіл сұлулығымен, лингвистикалық нәзіктілігімен, стиль әсемділігімен және ғылыми білімдерімен адам қолымен жасалу мүмкін емес. Егер біз бұған қоса Мұхаммед ғалейхиссалам оқымаған, бақташы және саудагер болғанын ескерсек және білімсіздікпен ырымшылдық орнаған халық арасында өмір сүріп, мәдениетті қоғамда болмағанын, араб жарты аралын тастап шықпағанын ескерсек, онда Құранда ол шығарды деген сөз мүлдем ойға сыймайтын нәрсе. Алла тағала Құранның құдіреттігін теріске шығарушыларға былай деп айтады. قل فأتوا بسورة مثله. Онда шыншыл болсаңдар, Алладан өзге кімге шамаларың келсе, шақырып осы тәрізді бір сүре жасап әкеліңдер, де. 10 сүре 38 аят. Жындардың, періштелердің, ғажап данышпалардың көмегін сұрап, Құрандағы сүрелерге ұқсас сүре жазып көріңіз. Бұл шақыру өз күшін әлі күнге дейін жойған жоқ. Осы уақытқа дейін оған ұқсас еш нәрсе жасалған жоқ. Біз Құранға шынайы көзқараспен қарасақ, онда Мұхаммед ғалейхиссаламның Құранның авторы болу мүмкін емес екені нақты айқындалады. Біріншіден, егер ол Құранның авторы болса, онда ол өз қайғысын, қуаныштарын және алған әсерлерін қасиетті мәтінде ашық жазып көрсетер еді. Біздің білетініміз, ол бір жылда сүйіктілері оның сүйеніші болған әйелімен туған ағайыннан айырылды. Олардан басқа оның өмірінде ел арасында тірегі болмаған, және бұл жақындарын жоғалту ол үшін үлкен қайғы болды. Бірақ айткенмен де, Құранда бұл оқиғалар жайлы ештеңе айтылмайды. Сондай-ақ Мұхаммед ғалейхиссаламның қаршадай баласы Ибрахимнің өлімінде басынан кешірді. Бірақ бұл үлкен қайғы туралы Құранда бір ауыз сөз жоқ. Керісінше, кейде оның әрекеттері мен қылықтары үшін оны ұялтатын аяттар түсірілген. Мысалы, Абдулла ибн Мактум атты соқыр адаммен болған оқиғадағыдай, Меккенің атақты байларын исламға үндеу әңгімесі үшін одан пайғамбар теріс айналып менсінбеген. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Қабақ шытып бет бұрды. Оған соқырдың келуінен қайдан білесің? Мүмкін ол тазарар, не өгет алар, оған өгет пайда берер. 80 сүре 1-4 аяттар. Құран Мұхаммед ғалейхиссаламның өзінің ізбасарларына былай деп айтуды бұйырады. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. Маған, әрі сендерге не істелетінді білмеймін. 46 сүре 9 аят. Бәрі естейтіндей, бұл туралы өз еркімен хабарлайтын жалған пайғамбар табылмас. Себебі ол өзінің беделін жоғалтып алу мүмкін. Жалған пайғамбарлардың негізгі мақсаты олар болашақты білеміз деп сендіру арқылы өзін өзі көтермелеу ғой. Екіншіден, егер біз Құран мәтініне үңіле қарасақ, онда ойлардың жаңа екенін, өлеңдер өз дыбысталу жағынан ырғақты екенін, тілі бейнелі, бай, метафорлық екенін сөйлеуі нақты және араб әдебиетінде исламға дейін және исламнан кейінде оған ұқсас ештеңе болмағанын көреміз. Егер өлең әңдер дыбысталуының көркемдігі ырғаққа, өлшемге, ұйқастыруға және сонымен қатар дауысқа тәуелді болса, онда Құранның дыбысталуы, көркемдігі оның өзінің негізіне енгізілген. Бұл ішкі әуезділік Тәңірден берілген. Қашан Құранда жақсылық,
мейірімділік, жақсы істер үшін берілетін сыйлықтар туралы айтылса, онда аяттар нәзік дыбысталады және естіген адамның жанын жұмсартады. Егер Алла тағаланың арсыздарға қарсы ашуын туралы айтылса, Құранның аяттары тастың құлауы немесе темірдің шықырлауына ұқсас дыбысталады. Олар құлаққа естуге ауыр келеді, жақпайды. Мұны тіпті араб тілін білмейтін адамдар да сезіне алады. Құран өзінің мәнімен және өз дыбысталуымен оны тыңдаушылардың жүректеріне терең әсер етеді. Бұл сөйлемдерді құрастырудағы, сөздерді орналастырудағы, сөз тіркестерін жинақтаудағы жоғары шеберлікті көрсетеді. Сөздер жеңіл және еркін естіледі. Құрандағы әсемділік мүлтіксіздіктің, жетілгендіктің аса биік дәрежесіне жетеді. Егер біз талдауға тереңдесек, онда бізге ойлардың таңдамашылығы, стильдің әсемдігі ашылады. Және әрбір сөз өз орнында, оны орнынан ауыстыруға да, орнына басқасын қоюға да болмайды. Және әрбір сөз мыңдардың ішінен таңдалған. Ешкім оған ұқсас жасай алмайды. Өйткені Алла тағала 17 сүре 88 бен 89 аяттарда: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Мұхаммед, егер адамдар, жындар осы Құранның ұқсасын келтіруге жиналса, тіпті олар бір-біріне көмекші болса да, келтіре алмайды. Расында, біз бұл Құранды адам баласы үшін әр нәрсенің мысалынан ашалап баян еттік. Сонда да, адамдардың көбі бас тартып, мүлде қарсы келеді. Кофесінің кішкене сіміріп алып, менің досым, сен Құрандағы ғылыми нышан белгілер туралы айтқансың. Ол не деген нышан белгілер, деді. Я, қасиетті кітаптағы ғылыми нышан белгілер оның шығу тегі құдіреттігінің дәлелі болып табылады. Мүмкін осы тақырыптағы әңгіме сіз үшін алдындағы тақырыптардан гөрі үлкен дәлел болар. Астрономиядағы, геологиядағы, биологиядағы, адам анатомиясы туралы қазіргі білімдер Құран түсірілген сонау бұрынғы заманда, яғни бұдан 1400 жыл бұрын әлі де белгілі болмаған. Ол адамдарға аспан және жер туралы, жұлдыздар мен планеталар туралы, әлем заңдары туралы, адамның жаратылысы туралы және тағы да басқа мәселелер туралы айтады. Мұның бәрі де қазіргі замандағы ғалымдардың ашылымдарымен толық сәйкес келеді. Әрине, Құран осы тақырыптарда ұзақ тоқталмайды және оларда анығырақ жетті суреттеген жоқ. Өйткені бұл ең әуелі өсиеттер кітабы, өмір бағдарламасы, исламның негізі. Сондықтан Құранда келешекте болатын ғылым ашылымдары қысқа түрде баяндалған. Болашақта осы ұлы кітаптың барлық болжаулары бірте-бірте орындалатындай, және онда жазылғанның бәрі адамдарға жүздеген және мыңдаған тану жылдарынан кейін ашылатындай және барлық айқындылығымен Құранның шындылығымен құдіреттігін көрсететіндей баяндалған, жазылған. 20 ғасырдағы ғылыми ашылымдар нәтижесінде мағынасы түсінікті болған Құранның кейбір аяттарын дәлел ретінде келтірейік. Міне саған бірнеше мысалдар. Биология саласынан. Сол ерте өткен заманда өсімдіктердің жыныстық айырмашылықтары бар екенін адамдар біле алды ма екен? Жоқ. Бұл 17 ғасырда ойлап табылған микроскоп арқылы анықталды. Алайда Құранда бұл барлық айқындылықпен ашылған. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Ол сондай Алла, сендер үшін жерді бесік қылып, онда сендерге жолдар ашқан, және көктен жаңбыр жаудырған, ал су арқылы түрлі өсімдіктерден пар-парымен шығардық. 20 сүре 53 аят. Геология саласынан нышан дәлелдеулер. Таулар функциясының құрылымы туралы кезінде көптеген теориялар болған. Тек осы ғасырда жаңа
дәл құралдардың ойлап табылуымен таулардың жер үстіндегі бөлігінен бірнеше есе асатын жер астындағы бөлімдері, түбірлері бар екені анықталды. Және осының арқасында жер қабығын тұрақтандыратын, жер сілкінулердің жою күштерінен жерді сақтап қалатын, олардың негізгі функциясы орындалады. Таулар шатырды сүйейтін жерге қағылған қазықшаларға ұқсас. Бұл туралы қасиетті Құранда бірнеше мәрте айтылады. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا Жерді бір төсеніш қылмадық па? Тауларды қазық. 78 сүре 6 мен 7 аяттар. Немесе тағы да خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. Сендер тіреусіз көрген көкті жаратты да, сендерді теңселтеді деп, жер бетінде асқар тауларды қойды. 31 сүре 10 аят. Теңіз ғылымы саласынан ғылыми танымалы хабарларды өткіздіретін белгілі Франция мұхитшысы Жакев Кусто исламды қабылдағанға дейін өзінің ғылыми зерттеу жұмыстары кезінде дүниежүзілік мұхиттағы тұщы және тұзды сулар арасындағы көзге көрінбейтін тосқауыл, яғни олар арасындағы араластырушылық жоқ феномен ашқан. Және ол бұл мәліметтердің қасиетті Құранда бар екенін естігенде өте таң қалды. Құранда وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Ол сондай Алла екі теңізді қоя берді. Мұнау тәтті сүйкімді және анау тұзды ащы. Екі арасына қосылып араласпайтын бөгет жасады. 25 сүре 53 аят. Осы феноменді, осы тосқауылды зерттеу үшін қажетті аспаптар 6 ғасырда болды ма? Енді медицина саласынан. Мариям сүресінде Алла тағала Исаның анасы Мариям туралы айтады. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Оның туы толғағы басталғанда, ол құрма ағашының астын паналады және төзгісіз аурудан азаптанды. Құранда бұл туралы былай айтылған. Сонда оны толға қысып, құрма ағашының түбіне барды да, «Әттең-ай, мен бұдан бұрын өліп қана мүлде ұмытылып кеткен болсам еді» деді. Періште оның астыңғы жағынан «Кейме, Раббым астыңнан бір бұлақ жаратты» деп дыбыстады. Құрманың бұтағын өзіңе қарай сілік, саған жас құрма түседі деген үн келді. Ал енді же де іш, көз айым бол. 19 сүре 23 мен 26 аяттар. Құрманың осыған қандай қатысы бар? Қазіргі замандағы ғылыми зерттеулер құрма ағашының жемісінде сәтті туға жағдай жасайтын, жатырдың қабырғаларын қысатын, қысқартатын қасиетіне ие элементтер бар екенін, және де ол туғаннан кейінгі мол қан кетуді де тоқтататынын көрсетеді. Астрономия саласынан. Күн тізбесі бойынша 300 жыл секундына дейін, ай күнтізбесінің 309 жылына дәл сәйкес болатыны белгілі болғанына кейін, Қахф 18 сүренің 25 аятының мағынасы түсінікті болды. Міне ол. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Олар үңгірлерінде 300 жыл жатты, 9 жыл арттырды. Жердің шар тәрізді түрі туралы
аятта осылай түсінікті болады. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. Түнді күнге айналдырады, күндізді түнге айналдырады, және күн мен айды меңгереді. 39 сүре 5 аят, яғни шар болғаны. Себебі басқаша түн мен күнді бірінің артынан бірі қатар еру мүмкін емес. Қасиетті Құранда сонымен қатар күн мен ай туралы айтылады. Құран түсірілген заманда адамдар осы екі аспан жарықтарының табиғатының арасында елеулі айырмашылықта көрмеген. Құранда күнді сипаттайтын шырақ, сирадж деген сөз қолданады. Яғни үздіксіз жанып жатқан жарық қайнары. Ал айды сипаттайтын жарық нұр деген сөз қолданылады. Яғни жарық сәулесін шағылыстыратын, сәулелендіретін бір нәрсе. Жұлдыз Құранда мәджмун сөзімен белгіленеді. Ол өзін өртеп жанады және түннің қараңғылығын жаратын деген мағынаны білдіреді. Ғарышты бағындырып алу сұрақтарымен байланысты деректер бар. Техниканың көрнекті жетістіктері арқасында адамның айға саяхаты мүмкін болды. Нақ осыған Алла тағала Ар-Рахман сүресінде көрсетеді. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Әй, жын мен адамзат тобы, көктер мен жердің шектерінен өтуге шамаларың келсе, өтіңдер, өте алмайсыңдар. Бірақ бір қуатпен өте аласыңдар. 55 сүре 33 аят. Ғылым әлемінде теориялар бірінен кейін бірі пайда болып, бірі екіншісінен жоққа шығаратынын біз көріп жүрміз. Және ғалымдар талаптан баса да, олар ақырғы мақсатқа жетуге бірыңғай пікірге келе алмады. Бұнда келіспеушіліктер мен жетіспеушіліктер Құранда жоқ. Және ол осыдан кейін ғажайып. Өйткені тарих жазбаған өткен заман туралы айтады және әлі де болмаған келешекті болжайды. Содан кейін Құранның әлем, татулық, қоғам экономика, әдептану, жанұя, өмір және адам құқықтары туралы пікірі және мұның бәрі адамзат тарихында оған теңдесі жоқ жоғары асқан деңгейде. Мұхаммедті оған Алла тағаланың сәлемі мен игілігі болсын. Құранның мазмұны туралы сұрағанда ол, онда сіздерге дейін болған туралы, сендердің араларында болатын анықтаулар туралы, сендерден кейін болатыны туралы әңгіме бар. Бұл келекесіз, сайқы мазасыз шешуші сөз. Бұл даналы ескерту. Бұл Алла тағаланың мықты арқаны. Бұл түзу жол. Оны тәкаппарлықтан қалдырған адамды Алла тағала масқаралайды. Құраннан басқа қайнардан кім шындық іздесе, оны Алла тағала адастырады. Бұдан тіл шатыспайды, ақыл-ой тұнжырамайды. Жауаптардың көптігінен ол тозбайды. Ғалымдар оған қанбайды және оның құпиялары сарқылмайды деп жауап берген. Ақиқатында пайғамбар ғалейхиссалам Құранға осында анықтама беріп, рас айтқан. Міне, осы біздің кітабымыз досым. Оның ішінде осындай атрибуттардың бар болуы себепті ол адамның шығармасы болу мүмкін емес. Тек құдіретті Алла тағаладан түскен ұлы кітап. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Егер Алладан басқаның қасынан болса еді, әрине онда олар көптеген қайшылықтар табар еді. 4 сүре 82 аят. 41 сүре 53 аятта. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Құранның мүлде шын екендігін айқындалғанға дейін, әлемдегі және өздеріндегі белгілерімізді жедел көрсетеміз. Расында, Раббымның әр нәрсеге куә екендігі саған жеткілікті емес пе? Үкім оқитын адамның дауысымен менің досым. Немен біздің талқылауымыз, айтысымыз бітсе де, қаншалықты ол созылса да, біз ұтыста боламыз.
Біз осы өмірде бақытқа, құт берекеге жеттік. Ал сендер тек бұлдырға ие болдыңдар. Сен не айтсаң да, біз өмірден жіліктің майлы басын алдық. Біз үшін тыйым салу қорқынышы, олардың көңіл түсірмейтін сауық кештер, ішімдіктер, көңілдес әйелдер, аса керемет ойын сауықтар, құмартатын ойындар, рахаттар бар. Ал сендер үшін ораза, намаздар, жауап беру алдындағы қорқыныш және үміт. Мен оған күлімсіреп қарадым да, егер сен айтқаның бәрі де бақыт болса ғой, жақсылап ойлан. Және сен бақытсыздық деп суреттеген суретіңді көресің. Бақытсыздық қалай, неге? Өйткені осы рұқсат берілмеген рахаттардың зияны пайдасынан әлді қайда көп. Сондықтан оларда бақыт болу мүмкін емес. Саған ішімдіктен не пайда бар? Уақытша күрделі мәселенің жоқ болу және толық бақыттылықтың бұлдыры. Сенің жақындарың мас болған кезінде олармен өрескел, көргенсіздік көрсетуің мүмкін. Анаңның, әкеңнің азаптарын бұл толтыра ала ма? Арақ ішкішпен өмір сүруі тәтті емес әйеліңші. Ал тағы да, осы ішінде кінәлі болатын ата-анасының ұрыс жанжалдарының куәлері болатын балалардың азабышы. Сенің осы ақшаны жанұяңның қажеттерін өтеудің орнына сөйтіп жұмсауынан оларға қандай пайда болады? Осындай жағдайда сен тек өзінің жанұяңның емес, сенің айналаңдағы барлық қоғамның сый құрметінен айырыласың. Өзінің денсаулығыңды жоғалтатының да ұмытпа. Сонымен қатар, зинақорлық істеуді, басқаша оны былапаттық және жезөкшелік деп атайтын сен бақыттылық деп атадың. Сол рахаттанудың аз сәттерінің орнына сен бұзылған, кейде талаққа да жететін отбасылық өмірді аласың. Және оның нәтижесінде балалар да қор болады. Сонымен қатар белсіздікке немесе тіпті өлімге де апаратын жыныс жолдарымен берілетін оңдаған аурулардың кез келгенімен ауырып қалу мүмкіндігі өте жоғары. Ал құмартатын ойындар саған не берді? Өзіңе пайдамен өткіздіре алатын уақыт орнына бірнеше сағатты құмарлық және босқа жұмсалған уақыт алдың. Жанұя пайдасына жұмсалатын ақшашы, ешқашан сен қалпына келтіре алмайтын жүйкеңші. Сен осы құмарлықтың құлы боласың. Беттерінде тек бір нәрсе жазылған: қалай сенің ақшаңды ұтып алсам, байысам деген адамдар жиналатын жерге сені магниттей тартады. Сенің үйде аш әйелің, балаларың, байғұс аданаң бар екенің оларға қажет емес. Бұл саған да айтарлықтай қажет емес. Өйткені сен олардың бірісің. Сенің өміріңдегі қиыншылықтардың көбісі осы рұқсат берілмеген заттардың арқасында екенің сен енді түсіндің бе? Алла тағала кейбір нәрселерге бекерден босқа тыйым салған емес. Өйткені осы арқылы ол бізді жамандықтан сақтандырады. Ол бірдемені еске алғандай, көзін қыспай үстелдегі бір нүктеге қарап отырды. Осыдан кейін басын кенет көтерді де: сен де бұрын біз сияқты ішкіш, ойын сауықтарға барушы және осы өмірге рахаттармен қанығушы, ләззат алушы болған шығарсың. Сен өзіңді осылардың басыңды қалай тарттың? Сен бәрінде Алла тағаланың арқасында деп айтатыныңды білемін. Ал сенің мұндағы рөлің қандай? Деп сұрады. Мен төңірегіме қарадым және өлім шын, рас екенін және де болмай қалмайтынын көрдім. Мен дүниенің бос ермек әзілге орын жоқ тәртіпті қатан екенін көрдім. Айналамыздағының бәрі бізге арналғанын көрдім. Жануарлар бізге қорек, өсімдіктер бізге оттегін өндіреді, озон бізді шамадан тыс радиациядан сақтайды, жаңбырлар үнемі тұщы су қорын толықтырады. Қарапайым құрттың өзі адам оны қолдана алатындай жерді тыңайтады. Осыдан кейін мен өзіме мынадай сұрақ қойдым: егер барлығы адамға арналған болса, онда адам не үшін арналған? Тағы да мен өзіңнің шеңбері бойынша қозғалатын ең дәл сағаттардай бірнеше есе тура планеталарды, жұлдыздарды көрдім. Құрт құмырсқалар сөйлейтін екенін, өсімдіктер сезгіш екенін көрдім. Мен жануарлардың ар-ұжданы бар екенін көрдім. Адамның миы мүлтіксіз,
ғажайып ондаған миллиондаған жүйке торшаларынан және жүйелерден жинақталған келісімді де керемет мүлтіксіздікте, кемілдікте жұмыс істейтін жаратылысын екенін көрдім. Егер мидың бір жүйкесінің қызметі тоқтаса, қандай да бір мүшенің сал ауруы болуы мүмкін, немесе көру, сөйлеу қабілеттерін айырылуы мүмкін, немесе ес ауысып қалуы мүмкін. Бірақ мұндай жағдайлар өте сирек кездеседі. Мен өзіме қайтадан сұрақ қойдым. Осы керемет жүйенің қауіпсіздігі мен саулығын сақтайтын кім? Оны осындай мүлтіксіздікпен қамтамасыз еткен кім? Мен ағаштың жапырақтарындағы, тауыстың қауырсағындағы, көбелек қанатындағы әсемдікті көрдім. Бұлбұл ән салудағы сөзді естідім. Назарымды қай жаққа аударсам да, қайда көзқарасымды түсірсем де, мен құдіретті Құдайдың жаратқан мүлтіксіз суреттерін көрдім. Мен табиғатта берік және мүлтіксіз құрылыс екенін, кездей соқтықтар онда болу мүмкін еместігін көрдім. Әрбір зат мені жаратқан, білетін даналы, ақылды, құдіретті Алла Тағала дегендей болды. Мен Құранды оқыдым. Ол менің жанымда, мен жай әңгімеде естімеген дыбысты, ырғақты оятты. Мен оған таңдандым, өйткені ол 14 ғасыр бұрын түсірілген болса да, иман негіздеріне, адамға, қоғамға, жанұядағы қарым-қатынастарға, мемлекеттік саясатқа, мәдениетке, табиғатқа, бүкіл әлемге тиісті барлық сұрақтар бойынша шешім берді. Құран оқымаған, кітап оқу білмейтін, жазу білмейтін, артта қалған өркениеттен алыс халық арасынан шыққан адамға түсірілген. Мен оның өмірбаянын оқыдым. Ол не істеп, не айтқаны туралы, және мен, ол пайғамбар, ол тек пайғамбар, және Алла Тағаланың Құран оны суреттеген бүкіл әлемнің жаратушысының елшісі болуы мүмкін. Егер менің өмірім сіз ойлаған ойым болса, оның соңы ештеме болар еді. Онда мен не үшін шындықты іздеймін, әділетке ұмтыламын, және осы үшін өмірім мен жанымды пида етемін. Жоқ, өмір деген ойыншық емес, ермек емес. Мұны мен саған айтқаның бәрі дәлелдейді. Ақиқатында жердегі өмір тек бір рет беріледі. Содан кейін барлық істеген істер үшін жауапқа тартылармыз. Егер сен қателессең, барлығы содан кейін ештеме жоқ, күлмен бітеді. Мен ештеңеге өкінбеймін. Мен өз өмірімді, өмір қаншалықты толық болады, солай толық бақытты өткіздіремін. Алайда сендер менің үміттерім ақталғанда қатты өкінесіңдер. Өйткені бұл ақиқатты шындық. Кейінірек осының бәрі сен үшін үлкен, күтілмеген нәрсе болады. Осыда күмән жоқ. Мұны айта отырып мен оның көзіне қарадым. Және олардың ішіндегі қорқынышты көрдім. Кірпіктері қағылып, көздері қаңғып жүр. Күдігін қууға тырысып ол, кейін бізді тек бағыс пен болмыстың жоқтығы күтетінін сен көресің. Сен Алла Тағала бізді қайта тірілте алатындығын мойындамайсың ба? Екінші рет оның көздерінде қорқыныш пайда болды. Ол өзінен күйіп кетті. Сені ештеме алдамасын. Ешкім және ешқашан мұны батыл теріске шығара алмайтынын сіз білесіз ғой. Міне, осылай біздің әңгімеміз бітті. Терең ойлана, ол қонақ бөлмеге кетті. Мен Алла Тағаладан оны тура ақиқат жолына тұрғызуды өтінемін. Мен осы әңгімені естіген сендерді де, Алла Тағала осы өмірден кеткенге дейін имандық және береке, рахат жолына, ислам жолына әкелуді өтінемін. Мен сендерді әлі кеш болмай тұрғанда Аллаға сенуге, Құранды өмірдегі басшылық ретінде алуға шақырамын. Өйткені 10 жылдықтар, немесе бірнеше жыл, тіпті бірнеше минуттан кейін, ерте ме, кеш пе, біз бәріміз